Баршаңызға сәлем, сіздермен осындай сәбізді рулет дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Алдымен сәбізімізді қызып тұрған майда 5-10 минутта қуырып аламыз. Содан соң бөлек ыдысқа салып суытып қоямыз. Жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөлек алып аламыз. Ақ уызына кішкене тұз салып, ағарғанша миксерлейміз. Міне осындай консистенцияда болу керек, төңкерген кезде түспейтіндей етіп миксерлеп аламыз. Содан соң суыған сәбізімізді алып, жұмыртқамыздың сарысын саламыз, бұрыш саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Және де ақ уызымызды екі бөліп саламыз, бірден салып жіберуге болмайды, араластырып аламыз жақсылап. Тапамызға пергамент қағазын төсеп, начинкамызды жайып шығамыз. Содан соң пешкіге 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Арасына сметана, творожный сыр немесе творогқа осындай укропты қосып араластырып аласыздар. Мен қою сметана қолдандым. Пісіп шыққан рулетімізді суытып аламыз, содан соң қағаздан ажыратамыз. Осылай ажыратқан күйінде бетіне жаңағы сметанамызды жағып шығамыз. Ораған кезде өзіңізге ыңғайлы болу үшін астына міндетті түрде целлофан төсеңіздер. Видеодағыдай өзінің целлофанымен орап шығамыз. Ұзынша етіп және ораңыздар, себебі жанынан жаңағы сметанамыз шығып кетуі мүмкін. Осылай орап, тоңазытқышта 3-4 сағат сақтап қойыңыздар. Дастарханымыздың сәнін келтіретін рулетіміз дайын, өте дәмді болып шығады. Мереке күндері жасасаңыздар болады. Менімен бірге болыңыздар. Жаңадан шығып жатқан рецепттерді жіберіп алмас үшін жазылу батырмасының жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен болған Жансая.